Жемқорлық жарға жығады. Жамбыл облысында жыл басынан бері 100-ден аса пара алу фактісі тіркелген. Шекарада ақша бопсалайтын қызметкермен істі сотқа жібермеу үшін пара алатын инспекторлардың қарасы жиілеген. Құрығы ұзын құзырлы органдағы қылмыс туралы толығырақ тілшіміз тарқатсын. Понятые қараңдар. Смотрите. Шекарадан ши шықты. Жамбыл облысында погон таққандар Сыпатай Батыр бекетінде пайдаға кенелмек болды. Олар Қырғызстаннан Қазақстанға беттеген азаматтардан ақша бопсалаған. 2 тонна күріш тиелген жүк көлігін өткізу үшін 200 000 теңге сұраған. Заңсыз жолмен қаражатты қалталарына баспақ болғандардың үстінен шағым түсіп, нәтижесінде 4 қызметкер құрықталды. Начиная, значит, с пограничной службы. Шекара қызметкерінен бастап ветеринарға дейін пара алғанын анықтадық. Олар әр өткен жүк көлігінен 20 000 мен 200 000 теңге аралығында ақша бопсалап отырған. Қазіргі уақытта бұл іс сотқа жіберілді. Шартты жазасын өтеуіне сәл қалған таразы азамат шалыс басып қылмыс жасайды. Бұл әрекеті әшкере болмау үшін инспектор 20 000 теңге талап еткен. Іс насырға шауып сотқа жетпеуін қалаған айыпты 15 000 теңге жеткізеді. Пара алған полицей отырған орнында ұсталды. Қазір бұл іс сот қарауына жіберілді. Былтыр Жамбыл облысында 147 сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша іс қозғалған, ал жыл басынан бері 108 факті тіркелген. В основном привлекается, значит... Жемқорлық қылмыстары бойынша шығын көлемі 6 миллион теңгеден асады. Бүгінге дейін оның 5 миллионы қайтарылды. Яғни шығының 85% жабылды. Негізінен ішкі істер департаментінің қызметкері пара алу фактісімен ұсталуда. Осылайша соңғы 5 айда Жамбыл облысында 60 полицей пара аламын деп тұтылған. Бұл орайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде тәртіптік кеңес құрылған. Олар жемқорлық тамырына балта шабудың жолын қарастыруда. Қандай құқық бұзушылықтың түрлері көбейіп жатқандығын, қандай бағытта, мысалға мына мемлекеттік қызметшілерді оқыту орталығы бар, сол орталық қандай бағытта өзінің жұмысын дұрыс деңгейге қою керек, қандай бағытта біздің мемлекеттік органдар мына құқықтық оқу жүргізу мәселелерін шешу керек. Осы мәселелерге біз басты назар аударамыз. Құзырлы орган қызметкерлері көпшілікті қылмыстасуда көмектесуге шақырады. Себебі қоғамды дендеген жемқорлықпен күресте күш біріктіру маңызды. Асқарбек Қазанғап, Ағабек Қазанбай, 24 KZ, Жамбыл облысынан.